мандатымның аяқталуыма 2,5 жыл бар. 2,5 жылдан кейін халық мен сен не қалдырдың? Вот отырдың ғой 5 жыл мәжілісте. Не істедің сен? Халық үшін, мынау ел үшін, мынау халық үшін не істедің дегенде, міне артыңызда мынандай заң қалдырдым. Мынандай заңдарда мынандай ұсыныстарды енгіздім. Мынандай нормаларды қайтарып жібердік. Мынандай тексерісті ашып, мына осынша жерлерді мемлекеттік меншікке қайтардық деген. Сол үшін мен жер аманаты республика жер комиссияның төрағасының орынбасары. Осы жылы 12 миллион гектар, жалпы қайтарған жер саны 12 миллион гектар жер. Онымен біз тоқтамаймыз. Бір жұмысым депутаттық жұмыс, бір жұмысым жерлерді қайтару. Сондықтан да мен біліп отырмын, 2,5 жылдан кейін керек десеңіз, халық емес, балам сұрайды бір 15-20 жылдан кейін. Пап, сен сонау 25-26 жылдары, 27 жылдары депутат болдың ғой. Сол жылдар осында үлкен өзгерістер болды. Сен айтшы, әке, не істедің сен сонда? Дегенде, мен балама айтуым керекпін. Сен осындай салауатты, мынау жақсы қоғамда азаматтығы дамыған осы жақсы қоғамда өмір сүру үшін, осы жемқорлығы жоқ, мынау халқы өзінің басшысын құрметтей білген, ал үкіметі халық үшін жұмыс істей білген. Осындай мемлекеттіліктің құрылуына бірден бір үлес қосқан мен болатын балам. Міне, осындай заңдарды қалдырдым деп айтуға ар ұятын болатындай, міне қазір жұмыс істеп отырмын.